Сәлем балақай, біз бүгін сенімен Л дыбысының сөздің басында кездесуімен танысамыз. Өзіңмен бірге Ләззат апайың. Кәне, бастайық. Әдеттегідей айнаңдала ғой, артикуляциялық жаттығуларды жасап алайық. Терезе жаттығуы. Аузымызды кең ашамыз. Тәтті тосап. Тілімізбен ернімізді жалаймыз. Желкен, тілімізді жоғарғы таңлайға көтереміз. Бақа мен піл, бақа ұқсап, езуімізді тартамыз. Піл ұқсап, аузымызды шошайтамыз. Екеуін кезекпен жасауымызға болады екен. Жарайсың. Әткеншек, тілімізді мұрнымызға және иегімізге қарай кезек-кезек созайық, тартайық, е? Ат шабысы. Таңлайымызға тілімізді жабыстырып тартады екенбіз. Осы жаттығулардың әрқайсысын сен ішіңнен 10-ға дейін санай отырып жасай ғой. Бұны әдетке айландырасың деген ойдамын. Кәне, Л дыбысының сөздің басында кездесетіні туралы болмақ сабағымыз, е? Есіңе салып қояйын. Л дыбысының буында кездесуімен танысайық. Буындарды бірге айтайық. Мен оқимын, сен қайтала. Ла, ла, ла. Ло, ло, ло. Лу, лу, лу. Л, л, л. Ло, ло, ло. Л, л, л. Лал. Лол. Лол. Лал. Лол. Лөл. Жарайсың балақай. Балақай, енді буын ұйқастарды айтайық. Ла, 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 биік ұшты жағала. Ла, 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 қармақпен балық аула. Ла, 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 әдемі гүл, ла-ла. Лу, 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 Лаура біздің сұлу. Л, л, тоным менің жылы. Жарайсың балақай, міне буын ұйқасты дұрыс айттың деген ойдамын. Үйден бірнеше рет қайталай ғой. Ал енді балақай Л дыбысының сөздің басында кездесетін сөздермен танысайық. Л дыбысы өте көп сөздерде кездеспейді. Осы сөздерді есіңе сақтап, мұқият бол. Лақ, лай, ла-ла, лимузин, лупа, лимон, Лаура, Ләззат, Ләйла, Лұқпан, Ленгір, Лашын. Осы сөздердің жазылуына да мән бер балақай. Бұларды жаттап ал. Ал енді екеуміз жұмбақ жасырып ойнайық. Мен саған жұмбақ жасырам, сен оны тауып көр. Сары сопақ жеміс қышқыл. Әрине, лимон. Суылдатып қанатын, жемін көрсе құлдилап, кеудесімен соғатын, тұяғымен ілетін кім бар? Кәне балалар, ұшқыр құсты білетін. Дұрыс айтасың, лашын. Көз әйнекке ұқсайды, бірақ одан үлкендеу. Кіші затты үлкейтіп, көрсетеді біздерге. Дұрыс, лупа. Көп қабатты үйлерде, бәрінде ол болады. Көтеріліп, түседі, жоғары төмен жүреді. Дұрыс таптың, лифт. Тастан тасқа секірген шынашағым кішкентай, сүйкімдісің, әппақсың, ешкі төлі
томпақсың. Тауып қойдың деген ойдамын. Бұл лақ. Жарайсың балақай. Ал енді ойынымызды одан арды жалғастырайықшы. Кәне, 4-ші артық деп аталады. Кәне, суретті көріп отырсың, е? Ол жерде суреттің астында сөздер жазылған. Заттардың, жануарлардың аттары жазылған, е? Сен оған мұқият қара, жазылуын есіңде сақта. Қазір қайсысы артық екенін тауып, маған айта ғой. Күшік, дұрыс айтасың. Екінші қатарда кітап. Сен оларды дұрыс таптың. Балақай, міне, лақ, лимон, лашын, лала, лупа, лимузин деген сөздерде л дыбысы сөздің басында кездеседі. Суретке қарап отырып, жазылуын жатқа біле ғой. Ал енді балақай, мына жерде сурет бойынша әңгіме құрастырып айтайықшы. Балаларға ат қояйық, я? Кәне? Лаура жағажайға келді. Онда Лұқпанды көрді. Лаура Лұқпанға құмнан қамал тұрғызайық деді. Лұқпан лезде су әкелді. Лаура мен Лұқпан құмнан әдемі қамал тұрғызды. Міне балақай, бұл шағын әңгіменің ішіндегі барлық сөздерде л дыбысы сөздің басында кездеседі екен. Осыны мұқият есіңде сақтай ғой. Ал балақай, саған үйге мынандай лақтың суретін бергім келіп отыр. Осыны бояп, маған бояған суретіңді салып жібер. Балақай, жаңылтпаш айтқанды жақсы көресің бе? Жаңылтпаш бізді жақсы сөйлеуге дағдыландырады. Дұрыс дыбыстарымыздың шығуына анық айтуымызға көмегі тиеді екен. Кәне, жаңылтпашты бірге қайталап, сен ол жаңылтпашты жаттап ал, және маған айтып бере ғой. Ләйлік лайға лайланды, лайланған ләйлік лайда отырып жайланды. Міне балақай, осылайша жаңылтпашты жаттап, маған айта ғой. Міне, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Саған ұнады деген ойдамын. Сау бол балақай. Келесі сабақта кездескенше.